Çünkü gençler üzerinden, gençlerle beraber bu yolculuğu... Биринчиден бүгүнкү Ошто өтүп жаткан иш-чара түрк дүйнөсүндөгү жаш чыгармалардын биримдигин камсыздоодо өтө маанилүү. Экинчиден Кыргызстанда дүйнөгө тараган Манас эпосу бар, алып жазуучу Чыңгыз Айтматов бар. Ошондуктан бул булактар түрк дүйнөсүндөгү жаштарга өтө чоң дымак берет деп ойлойбуз. Zaten Kırgızistan'la Türkiye arasında çok güçlü bir bağı var. Jalon Mametovda bir she'rlari bor. Мага Жолон Мамытовдун «Издейм сени» деген ыры абдан жагат. Анда издетүүгө жаралсаң, издөө үчүн келгенмин дейт. Адамдардын арасынан издейм деп жатат. Мен дагы бүгүн өзүмдүн тааныш акындарымды издеп келдим. Дал ушул акындын ырларындай бардык окуялар төп келүүдө. Буюрса 2 күн ырларыбызды окуп, алып акынды таңтайбыз. Ijodini izlash uchun kelgandayman degan bir qandaydir ma'no kasb etdim. Өзбек халқының, қырғыз халқының, түркмен халқының, Әзербайжан халқының, барлық түрк тілдес халықтардың ақын жазушылар бір-бірімен танысып жатыр. Бірінің жырларын әркім өз тіліне аударып жатса, ол бүгінгі фестивальдің үлкен жемісі болады. Сондықтан мен ойлаймын, қырғыз елінің осы бір үлкен мәдениетке, әдебиетке деген құрметтері зор екенін, жалпы өзі қырғыз халқы ақын халық қой. Аттың үстінде, түйенің қомында, кең жайлауда бір кеңдік бар халық. Сондықтан бұл елге жарасады деп ойлаймын. Ежелден фольклоры, әдебиеті, ауыз әдебиеті, халық әдебиеті барлығы жылдармен жасасып келе жатқан ел. Сондықтан мен ойлаймын, бұл елде бұндай үлкен фестивальдардың өтуі заңдылық деп